2018-2020 оқу жылдары аралығында өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Түркістан облысы мен Шымкент қаласы бойынша педагог кадрлардың біліктілігін арттыру институтымен бірлесе отырып, нөмір 52 мектеп-лицейі жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында педагогтарды ғылыми әдістемелік сүйемелдеу тақырыбында эксперименталды жұмыс жүргізу бойынша жоспар құрып, келісім шартқа отырып, бірлесе жұмыс атқарып келеміз. Осы жоспар аралығында біз нендей жұмыстарды атқардық? Облыс көлемінде жаратылыстану, математика пәндерін оқытудағы STEM технологиясының мүмкіндіктері тақырыбында үлкен облыстық форум өткіздік. Мұнда біздің мұғалімдеріміз, химия пән мұғалімі, биология пән мұғалімдері, атап айтатын болсам, Меңліқұлова Парасат, Камал Бауылжан, Бедебаева Жазира сынды ұстаздарымыз осы форум аясында тақырыптық баяндамаларын, өздерінің жұмыстарын ұсынды. Және ол көпшілік назарына ұсынылып, жоғары бағасын алған болатын. Осы оқыту семинары аясында біздің мұғалімдеріміз көкейінде жүрген сұрақтарына жауап алып, алдағы жұмыстарына нақты бағыт алды. Өрлеу біліктілікті арттыру институтының әдіскерлеріне, мамандарына үлкен алғысымды айтамын. Себебі біздің мектебіміздің ұстаздарының кәсіби дамуына зор үлестерін қосқандығы үшін рахмет айтамын.